Халқымыздың бай фольклоры тикарында раважланган қосық, саз, нама, күй һәм милли саз аспаплары рухи һәм маневий мәдәниятымыздың бейбаһа хазинасы. Жаратылыстың бізге жарасық еткен сауғасы. Хақиқатында да бұл сөзлерде терең мазмұн һәм мәнис бар. Бұл теңеулер біздің мәрт Қарақалпақ халқына берілген десек, асыра айтқан болмаймыз. Өйткені неше мың асырлық тарихы ие болған Қарақалпақ халқының өзіне тән такрарланбас һәм соның менен бірге бай мәдениеті менен бүгінгі күні біз оның әулетлары мақтаныш менен тілге аламыз.
Қарақалпақ халқының халқылық мирасының бір ең жақсы бір көріністерінің бірі бұл дастан атқарушылары. Біздің Қарақалпақта дастан атқарушыларының бірнеше түрлері болған, тарихи жыраулар, бақсылар, қыссақалар. Халқымыздың мәдени тұрмысында жүдә бір үлкен орнына ие болды. Осы күнге шейін жүдә бір үлкен рөл ойнап келді бұның саяси өмірінде де, социалдық, жәмиеттік өмірінде жүдә бір өзінің орны гіреулі бір дәстүрлерден болып табылады. Жырауларымыз енді бізде жырау һәм бақсы һәм қыссақалардың арасында бұл өзіне тән репертуарларымен жүдә бір парк қылады бір-біріне. Соның менен де өзінің өзгешелігі, өзіне тиісті бір өзіншелігі осы неде сезіледі. Мәселен, жыраулар бұл батырлық дастанларын, батырлық жырларын айтылады дейді. Мәселен, Алпамыс, Едіге, Қобылан, Ершора, Мәс патша дастанлары бар. Бұл біздің халқымыздың сөз өнерінің, музыка өнерінің жүдә бір ең бір гүлтажларының бірі болып есептеледі бұлар. Осы күнге бір қуанышлы жері, қазіргі күнде де мінекей 21-ші ғасырда глобалласу дәуірінің бір рауажланып отырған уақытында да осы өнеріміз өзінің өзгешелігін сақтап келіп тұрыпты. Қазір қуанышлы жері, жастарымыз да бұны өзіне қабылдап алды. Мәселен, Бақберген жырау, Бақтияр жырау, қазіргі күнде Саламат Аяповты айтады, Жәнібек жырау, мінекей осы жастар қазіргі күнде жыраушылық өнерін біздің күнде жүдә бір рауажландырып, соны додаландырып, қазіргі уақытта соны осы дәстүрді бекем ұстап келатырған атқарушылар болып есептеледі. Қарақалпақ халқының әулеттен әулетқа мирас болып келатырған өнерлерінің бірі жыраушылық өнері болып, бүгінгі күнде халық ауызекі өтпелерінің қолына милли саз аспаптарын алып, жырлайтын жастарымыздың халықаралық фестивальларда қатынасуының өзі де бұл тарауға болған үкіметіміздің итибарының артып баруынан дәрек береді. Осындай талантлы жастарымыздың бірі Саламат Аяпов та милли саз аспабымыз болған қобызда дастан һәм толғауларды шеберлікпенен атқарып келмекте. Біздің мына Қарақалпақ халқы әзел-әзелден осы бір сахра бүлбүллер деп аталады. Бұл сахра бүлбүллер деп аталуының себебі де осы біздің халқымыздың бай мәдениеті, талантларының бір жүдә көптігі және бір бұл жердің бе, я бір су Арал теңіздің бе, я Амударияның бе, бір ненің болса да осы біздің халқымыздың бір су табиаттан болма біздің халқымызда бір талантлы көп екенін әр шығуларымызда айтылып келеді. Қашаннан сол бір бүткіл дүния танылып жатырды деген сөзбен айтсақ болады. Бұл жыраушылық өнеріміз, жыраушылық, бақсылық өнеріміз әзел-әзелден ата-бабаларымыз өздерінің біздің халқымыздың жырын, халқымыздың қосықларын, халық қосықларын, дастанларын күнге дейін атқарып келген. Сол қанша әсірлерден бері ауыздан ауызға, атадан балаға, әулеттен әулетқа, ұстаздың шәкіртке өтіп келіп отырды. Ата-бабаларымыз мерекелерде жырлаған болса, біз ғаресіздігіміздің шарапатымен, осы милли қадіретлеріміздің қайта тікленуіменен бүгінгі күнде біздер Қарақалпақ жыраулары, Қарақалпақ бақсылары, Қарақалпақ мәдениеті бүткіл дүния жүзіне тарқалып жатыр. Бүткіл дүния жүзіне бір өзінің милли сондай бай мәдениетін көрсетіп, басқа мемлекеттерге де шығып жүріпті деп айта аламыз.
Gözümge sıyındım aldadım beni. Gözümge sıyındım aldadım beni. Başka sinarım kalmadı yine.
бізде жыраушылық өнерінің қасында бақсышылық өнерде жүдә бір жақсы рауажланған дәстүрлеріміздің бірі болды сол күнге жеген. Ғарайсыздық жылдарымыздың сондай бір жемісті бір келуінің бір көріністерінің бірі бұл мына біздің бақсы жырауларымыздың өзінің өнерін мына шет елдерде де өзінің көрсетуге имканиятларының ашылуы бір жақсы бір құбылыстардың біреуі болды. Мінекей 90-шы жылдардан бері біздің бақсы жырауларымыз кең түрде өзінің репертуарларын біздің Қарақалпақ мәдениетін шет елдерге де рауажландырып келатырыпты. Соған бір имканият ашылды қазір. Тұрақлы түрде біздің бақсы жырауларымызбенен, қыз-сақаларымызбен қызығады шет елдерде де. Музыка өнерінің құмарпазлары бізде соны соранып, соны шақырып өздеріне, соны үлкен фестивальдардан өзінің өнерін рауажландырып, өзінің өнерін соны көрсетіп келатырыпты. Қарақалпақ бақсышылық мектебі 4 топарға бөлінеді екен. Олар Ақымбет мектебі, Ғарип Нияз мектебі, Арзы мектебі һәм Орынбай мектебі. Еле ізленушілік жұмысын давам етіп атырған қабілетлі бақсы қыз Гүлстан Темірханова өзінің сырлы хауазы менен хатте бір қанша шет мемлекетлерде болып, ол жерде тамаша көйлерді лал қалдырған бақсы қызлардан. Өзі Қарақалпақ халқы көркем өнердегі шеберлігі, дөретушілік талғамы менен айқын көзге тасланатын бір милет болып табылады. Бұның айқын дәлел сипатында бақсыларымыздың құрларда, үлкен сахналарда, той мерекелерде өздерінің дөретушілік шеберлігі, талғамы, импровизациялық қабілеті менен көзге тасланған. Олар өз-өзінен тоқып айтып кететұғын бақсылар болған. Әне солардың ізбасарлары сипатында біздер енді бақсышылық өнерін рауажландырып, келешек әулетларға үйретіп келуді мақсат еткен екен. Біз бұндай кәсібімізбенен мақтансақ арзиды. Бұл ата-бабаларымыздан келатырған бұл мирасымызды, алтын мирасымызды көз қарашығымыздай асырап, келешек әулетқа жеткізу, рауажландырып, толығыменен жеткеріп беріп, біздердің вазипамыз болып табыларды. Бақсы жырауларымыздың дөретушілігінде тарих напесі, табиатқа болған мұхаббаты, пак түйғылардың назік жылғасы менен кеулерді толқынландырады. Олардың қос қатарлары, тарих жылнамалары, отанға болған мұхаббат, минеткеш инсанларға қаратылған хүрмет, шынлыққа жорылғанлығы менен дерлік қадірлідір. Жыраушылық өнерін жас балалығымнан шертіп, үйреніп келмектемен ел адамне ұстазларымыздан тәлім тәрбие алып жүрміз. Сол қобыз арқылы бір қанша шетелдерде болдым. Өзіміздің республикамыздағы барлық мұстақыллық, наурыз, үлкен бір байрамларда өзіміздің бір жеке атқаруымызбен шығып жүрміз. Европаның Венгрия мемлекетінде болып, біздің сондай бір мәдениетімізді көрсетіп қайту бақытына миясар болып жүрміз. 21-ші ғасырдың бүгінгі біз жастары милли аспаптарды халқымызға, басқа шет елдерге көрсетіп жүдә бір атқарып жүргенімізден бір қуанышлымыз, бақытлымыз деп айта аламын. Себебі қанша әсірлерден бері, қанша ата-бабамыздың басыларына ауырлық, қиыншылық, барлық нәрселерді көрсе де, мәдениетімізді сақлап, мәдениетіміз арқалы бүгінгі күнде бір үлкен мемлекет, үлкен бір республика, қарайсыз мемлекет болып, сондай бір бақытқа миясар отырмыз. Біз де Құда қаласа талантымызды, өнерімізді еледе рауажландырып, еледе Құда қаласа бір кейінгі әулетларға біз де өз үлесімізді қосып қалдырып кетеміз деген бір жақсы ниеттеміз. Бұның үшін бір халқымыздың бір сондай бір жақсы күнлерінде атқарып, халқымыз үшін қала берсе ата-бабамызға бір мүнасіп перзент болу үшін бұны келешек әулетқа жеткеріп беруді өз мойнымызда бір жауапкершілікті вазипа деп білеміз, һәм бұл сондай бір миллилігімізбен мақтанамыз. Қарақалпақ халқының милли мәдениеті сарқылмас бір бұлаққа мегзейді. Оларға назар салар екенбіз шеберліктің үлгілерін, әйемгі дәуірдің ізлерін көреміз. Ата-бабаларымыздан мирас болып келатырған жыраушылық пенен бақсышылық келешек әулетларымызға да жетіп барады деп сенеміз.